бар болғаны 5-ақ минутта хит пицца жасап үйренейік. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, бірге дайындауларыңызға болады. Ал біз бастайық. Бізге керегі ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымызды құямыз, 150-200 мг. Қантымызды саламыз, 2-3 ас қасық. Дрожж 1 чай қасық. Міне, 1,5-1 қасық. Егер сіз асығыс болмасаңыз, бұдан да аз қосуға болады. Сұйық майдың орнына біз оливковый масло қосамыз, зәйтүн майын. Міне, 3-4 ас қасық қосатын боламыз. Үстіне осы ұнымызды салып, жақсылап жұмсақ қамыр елеп шығатын боламыз. Бұл пиццаның қамырының ең маңыздысы осы зәйтүн майы болып табылады. Міне, жұмсақ қамырымыздың үстіне тағы да осылай бетіне аздап зәйтүн майын қосып, жақсылап осылай қолымызбен 1-2 бастырып, барлық жеріне тиеу керек осылай зәйтүн майы. Ендігіде бетін жауып ашығанша күтеміз. Бұл пиццаның қамырын нан ашығанша 1 сағаттай қойып ашытудың қажет жоқ. Уайымдамаңыздар, көтеріліп, әдемі жұмсақ үлпілдек пиццаның қамыры болып шығады. Енді табамызды аламыз да майын құйып, астына жақсылап барлық жеріне тигізіп, қамырымызды жұқа етіп, осылай қолмен немесе оқтаудың көмегімен алып, жайып аламыз. Бетіне арнайы соустарыңыз болса, соусты жағамыз. Үстіне сыр жақсылап барлық жеріне тиіп тұру керек. Одан кейін мен алдым қызанақты. 2 қызанақты алып, жіңішкере турап, үстіне колбасамыз турадым. Одан кейін қайтадан сырымызды сеуіп, міне 180 градуста 5-7 минуттың көлемінде пісіріп алдық. Жасап көріңіз, ас болсын. Достар, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Жаңа оқырман болса, тіркеліп кетіңіз.